Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз суицид Қазақстанда өз-өзіне қол жұмсайтындардың саны неге көп деп аталады. Қонағымыз Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының директоры Сапар Рахменшеев. Сапар аға, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқаныңызға рахмет. Жалпы кешеден бері көріп біліп жатқан шығарсыз әлеуметтік желіден, бақ құралдарынан. Осы кеше Алматы қаласында 28 жастағы ана 3 баласымен бірге 9-шы қабаттан секіріп қайтыс болды. Жалпы сол уақыттан бері қазір әлеуметтік желіде болсын, бақта болсын, әртүрлі адамдар әртүрлі пікірлер айтуда. Біреу бұны бір тұрмыстық жанжалдың салдары дейді, біреу әлеуметтік жағдайдың төмендігінен осындай жағдайға барды дейді, осындай салдар осындай болды дейді. Сіз жалпы бұны қалай қабылдадыңыз және қалай бағалайсыз? Әрине бұған сырттан баға беру қиын шығар, бірақ дегенмен де әңгімемізді осыдан бастасақ. Енді саламатсыздар, құрметті әріптестер, көрермендер. Енді шын мәнісінде кешегі жағдай өте өкінішті жағдай. 28 жаста ана 3 баласын 9-шы қабаттан лақтырып жіберіп, кейін өзі секірген. Бұл өте адамның жүрегіне, миына сыймайтын нәрсе да. Енді шын мәнісінде мынау енді барлық жан-жақтан келіп жатқан мәліметтерге сүйенетін болсақ, әсіресе мынау бұқаралық құралдар арқылы келіп жатқан мәліметтерге қарайтын болсақ, енді біріншіден бұл кісілердің мәселесінің барлығы ол бір күн емес. Бір күн емес, ол бірнеше жылдар бойы келе жатқан проблемалар екені көрініп тұр. Неге? Өткені біріншіден жалдамалы пәтерде тұрып жатқандар туралы айтылды да. Екіншіден 3 баласының бары туралы айтылды. Енді шын мәнісінде бұл жерде тағы да мынау адамдардың қазіргі әлеумет жағдайының төмендігі де қатты әсер етіп отыр. Енді бұл жерде бірнеше жылдан бері жиналып келе жатқан мәселе сол жаңағы күйеуімен ұрысып қалып не қылғаны, сол жаңағындай сол ұрысқан кезеңге, мезетке жаңағы әйелдің берген реакциясы ғой. Сол реакция нәтижесінде жаңағындай өкінішті жағдайға алып келіп отыр. Енді шын мәнісінде былай қазір қарап отырсаңыз, осындай жағдайлар жастардың арасында өте көп кездесіп келе жатыр. Неге? Өткені қазір былай маман ретінде айтсам, қазіргі мынау қоршаған ортаға, сонымен қатар болып жатқан мына стресстерге біздің жастар жауап бере алмай жатыр. Неге? Өткені біз бір жағынан оны біз тәрбиелеп өсіргенде де барлық нелерден қоршап, барлық проблемаларды оларға жасатпай, өзіміз мәпелеп, сөйтіп өсіргеннің кесір шығар деп ойлаймын да. Ал егер азғантай ғана жаңағындай стресс болса, я бір мәселе проблемалар пайда болса, олардың ең ойлайтындары жаңағындай мәселе, жаңағы өздеріне қол көтеріп, бұл өмірден кете салған оларға бір оңай жол сияқты көрінеді оларға. Сондықтан қазіргі жастар шамалы мынау стресске неге төзімді емес. Енді осыған байланысты өздеріңіз білесіздер, біздің орталықта мысалы 376 56 60 деген сенім телефоны бар. Өткен жылғымен салыстырғанда 1000-нан астам қоңырау артып отыр. Қазірдің өзінде қазір қарап отырсаңыз, біз барлығын зерттеп отырмыз. Мысалы, күнде айына бір рет зерттеу өткіземіз. Мысалы, өткен жылы 2900 болса, биыл 3952. Көрдіңіз бе? 1000-нан астам қоңырау артып түсіп отыр. Сонымен қатар енді мынау суицидалды жағдаймен, сондай оймен звондағандардың саны өткен жылға қарағанда адам саны 72 қоңырау түсіп отыр. Енді мен мысалы қазір бір мысалды айтып берейін. Бізде де осы өткен жылы осындай әйел звондады, 4 баласы бар. Ол да 7-ші қабаттан секіріп кеткісі келген кезде біздің осы сенім телефонға хабарласып, біздің мамандар оны өзімізге әйтеуір жаңа әңгіме барысында біздің мамандардың бір негізгі жаңағы біліктілігі соншалықты, сол әйелді біз осы жаққа шақырған кезде ол кісі келді. Сөйтіп бізде осы психолог мамандардан бір курс өткеннен кейін бар, ол кісі біздің психологтарға айтып жатыр ғой, мен өзім ақымақ болған екен, менің ойым тек бір-ақ нәрсе тұғын дейді. Ол да жаңағы
жолдасымен жиі ұрсып қалады екен, кейде қаражат жетпей қалады екен. Сондай үнемі сондай проблемалар болғаннан кейін бұл кісі өзі айтып отырады, мен қандай ақымақ болғанмын дейді. Бұл тек өзіме қол көтерсем ғана мен бұдан құтылатын сияқты болып көрінетін тұғым дейді. Сол енді біз мамандардан кейін сөйлесіп болғаннан кейін ол үнемі өзінен бізден кешірім сұрайды. Мен өзім үшін кешірім сұраймын, мен оказывается менің көзқарасым басқаша болған екен, сіздер менің көзімді ашып бердіңіз, бұл мәселелерден шығатын жолдар өте көп қой деп сондай өздерінің алғыстарын білдіріп жатты да жаңа әйел. Енді биылдың өзінде де біз сондай бір 4 адамға көмек көрсетілді. Енді шын мәнісінде ол жаңағы өзіне қол жұмсайтын адамдардың ішінде де мына психикалық ауытқуы бар аурулар да болуы мүмкін мысалы. Оларды біздің мамандар өздері сөйлесу арқылы, жаңағы кездесу арқылы оны анықтап сөйтіп көмек көрсетіліп жатады. Сапар аға, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, енді алдыңғы уақыттармен қарағанда жаңағы қоңырау шалғандардың саны көбейді деп. Жалпы сіздер бұны немен байланыстырасыздар? Бұл жалпы осы соңғы уақыттағы пандемияның кесірі ме, локдаун, адамдар үйге отыруға мәжбүр болды, немесе жұмыссыз қалуының салдарынан ба, жалпы осы жаңа қоңырау телефон шалулардың көбеюінің себебін, салдарын зерттеп. Енді мына қоңыраулардың бәрін салыстырып қарап отырсақ, енді көбінесе мына әлеуметтік жағдайына байланысты. Мен уақытша осы жерге Алматы қаласына келіп едім. Соған байланысты мен жұмыстарым бітпей жатыр деп, соған байланысты менің түнгі ұйқым бұзылып отыр, соны уайымдап жүрмін дейді да мысалы. Ал екінші тағы да бір қоңыраулардың жаңағы басым несі, ол жаңағы жанұядағы болып жатқан жанжалдың кесірінен пайда болатын мынандай өзгерістер. Сонымен қатар мына кішкентай жасөспірімдер балалардың арасында да. Мына локдаун кезінде де бізде қоңырау өте көп болды. Енді локдаун кезінде бұлар үйде отырып далаға шықпағандықтан ата-анасы өзінің баласының, бұлар ата-анасы жұмыс кезінде балаларының немен айналысатын өздері өз көздерімен көріп, сөйтіп балаларының арасындағы қарым-қатынас, ата-ана мен қарым-қатынас арасында өзгере бастайды. Яғни ата-анасының көзі жетеді, жаңағы баласы азаннан кешке дейін сабақ оқымайды, жаңағы компьютерде отырады, планшетте отырады. Шын мәнісінде сабақпен айналыспайтындығын өздері көздері жетіп, сөйтіп ата-ана мен бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынастың өзгеруіне байланысты да осындай қоңыраулар өте көп түсті. Енді көбінесе өздеріңіз білесіздер, мынау Алматы қаласына, мынау басқа аймақтардан келіп жатады. Өйткені осы жақтан жұмыс іздесек, жұмыс тапсақ деген мақсатта келеді, бірақ енді олар келген кезде бірден табыла қалмайды да, табылмайды. Жаңағы тұратын жерде табылмай қалады. Табылса жаңағы арендасы қымбат болады деген сияқты да, осындай мәселелердің барлығы адамда өзінің ішіндегі мына психикалық проблемаларға алып келеді. Сол проблемаларды егер олар мамандарға келіп, уақытылы психологтарға қаралса ғой, бұл көмек уақытылы көрсетіліп, бұл адамдардың бұл тұғырттан шығатын бірнеше жолдарын көрсетіп, бұл адамдардың өмірін алып қалуға болады деп ойлаймын да өзім. Жалпы қарасақ, статистикаға қарастанда ер адамдар өз-өзіне қол салу жағынан алдыңғы орында. Жалпы бұның қандай да бір түсініктемесі бар ма? Жалпы ер адамдар неге суицидқа көбірек барады біздің елімізде? Жоқ, енді ол былай қарап отырсаңыз, жаңағы әйелдермен қарағанда ер адамдар эмоционалды тұрақты емес. Яғни олар өте қатты жақын қабылдайды да, сосын мысалы енді әйелдердің жаңағындай стресстерге олар бірден беріле қоймайды, оларда жиналып бар жарылып кетсе, ал ер адам сол күні қабылдаған күні сол күні құлап қалады мысалы. Соны қатты уайымдайды, жүрегіне қатты жақын қабыл алады. Сосын барып ол әйел адам төзімді келеді, ер адамдар төзімсіз келеді. Түсінесіз ба? Сондықтан жаңа ер адамдардың осындай қадамға баратындығы осы сондықтан. Көбінесе сосын барып ер адамдар көбінесе намысшыл болады да, ол жаңағы біреу мен туралы былай деп ойлап қалады, болмаса жаман не ойлап қалады деген мақсатта сондай нелерді қатты жүрегіне қабылдайды да, сосын жаңағындай мынандай эмоционалды стресстерге төзімсіз келіп келеді көбінесе.
Жалпы бізде енді мектеп оқушылары арасында да суицид енді өршіп тұрмаса да, бірақ жоғары деңгейде. Жалпы былтырғы дерек бойынша ЮНИСЕФ-тің 114 бала өз өзіне қол жұмсаған. Жалпы олардың статистикасы бойынша қазақстандық оқушылардың 66% мектепте немесе жаңағы өздерінің қатарластар арасында зорлық зомбылыққа ұшыраған. Жалпы осы Қазақстанда мектеп оқушылары арасында суицид пен зорлық зомбылық оқиғаларының жиілеуі ненің көрінісі жалпы? Оған не себеп? Енді шын мәнісінде қазір қарап отырсақ, өткен жылғымен салыстырғанда осы жылдың өзінде балалардың барлығы үйде отырып оқыды, жаңағы дистанционно дейді ғой, онлайн оқыды. Соның өзі де қатты әсер етті деп ойлаймын. Өйткені неге балалар егер мектепке барып жүретін болса, біріншіден балалар өзара қалай деп айтсам, өздерінің жақсы оқығанын көрсеткісі келіп, жаңа ортасымен сайыс сияқты болады да. Ал үйде отырған кезде ол жерде олардың сайысы керек жоқ. Мысалы, қатысқысы келсе қатысады, қатысқысы келмесе жаңағы камерасын қосып қояды да отырып тыңдап отқан сияқты болып қалады да. Біріншіден. Екіншіден, бұл онлайнның тағы да әсер еткені мынау балалардың қарым қатынас, коммуникабельность дейді ғой. Сол бір өзара қарым өйткені неге балалар өзара жаңағындай сөйлеспейді, яғни ұнаған адаммен сөйлеседі де ұнамаған адамды өшіріп тастай береді. Мысалы, мектепте жүргенде ол ондай емес. Сондықтан үшіншіден мынау балалардың внимательность төмендейді. Жаңағы өзінің жаңағы назары төмендейді. Неге? Өйткені мысалы мектепте мұғалімдер оған тапсырма беретін болса, ол үйінде отырып жаңа мұғалімнің тапсырмасын қатты қабылдамауы да мүмкін. Өйткені неге? Ол өзінің үйінде отыр, мектепте емес, өзінің үйінде. Сонымен қатар енді мынау зомбылық туралы енді біздің орталықтың өзі осы 19, 20, 21 жылдар аралығында 3 жылдың ішінде Алматы қаласында 250-ден астам мектеп болса, сол мектептердің барлық психологтарын біз мысалы оқыттық. Осы суицидке бейім балалардың алғашқы белгілері қандай болады? Сонымен қатар біз осы колледждердің педагогтарын, сонымен қатар жаңа психологтарын өзіміз оқыттық. Осыған байланысты мынау ата-аналарға, сонымен қатар жаңағы мектептегі мұғалімдерге, психологтарға көмектесетін осындай әдістеме шығарып бергенбіз. Осы 21 жылдың ақпан айында шығардық. Осыны қазір бүкіл мектептерге таратып бердік. Енді бұның ішінде ата-аналарға, мұғалімдерге, психологтарға өте жақсы көмек болатын тақырыптар көтерілген. Оны қалай анықтауға болады, қалай көмектесуге болады деген сияқты осындай біз әдістемелік шығарғанбыз. Енді шын мәнісінде былай қарап отырсаңыз, менің енді жеке өзім де осы мектеп оқушылардағы көбінесе мына балалар бір тұйық балдар болады, я болмаса басқаларына қарағанда өте қатты активный балалар болады деген сияқты. Кейде болады жаңағы бала активный болып жүріп, бір-екі күннен кейін өзінен өзі тұйықталып қалады. Осылардың барлығына жаңағы біз мектеп психологтарына осындай баланың мінез құлқының өзгеруіне байланысты көңіл бөліп отыру керек те, сол кезде барып керек мамандарды шақырып, сөйтіп ақыл кеңес алып отыру керек. Сонда барып біз бұл нәрселерді жаңағы анықтай аламыз. Енді бұл жерде тек мамандарға емес, сонымен қатар ата-аналарға да көп байланысты естіледі. Егер ата-аналар шын мәнісінде балаларына уақытылы көңіл бөлетін болса, уақытылы соларға жаңағы сырласып, бөлісіп, сөйлесіп отыратын болса, көбінесе ондай жағдайда бұндай балалар ондай неге әрекетке бармайды көбінесе. Енді мынау былай қарап отырсаңыз, қазір толық емес жанұялар өте көп. Я болмаса мынау ата-анасымен ажырасып кеткен, я болмаса жаңағы анасы тастап кеткен, керісінше папасы әкесі тастап кеткен жанұялар өте көп. Бұл кезде енді мына ата-аналарға айтатыным, ең бірінші балаларға уақытылы көңіл бөліп отыруымыз керек. Неге? Өйткені егер балаларға уақытылы көңіл бөлмесек, осындай жағдайларды өткізіп алуымыз мүмкін, біріншіден. Екіншіден, балалармен сөйлескен кезде өзінің досы ретінде сөйлесуіміз керек. Жаңағы атасы, әкесі, анасы емес, досы ретінде сөйлесіп отыруымыз керек. Яғни бала
ішіндегісін шығарып отыру керек, достарының кім екенін білуіміз отыру керек. Сонымен қатар қазір интернеттерде көп отырады балалар. Сондықтан уақытын шамалы шектеуіміз керек. Неге? Өйткені балалар азаннан кешке дейін егер оның ішінде отыратын болса, ол кіммен араласып жатқанын да білмейміз, кімнен қандай мәлімет алып жатқанын да білмейміз. Сондықтан оны да ата-аналар бақылауға, қадағалауға алуымыз керек. Егер мынандай бір кішкентай өзгерістер болып жатса, сондықтан өзгеріс бұл қатты бір жағдайға алып келмей тұрған кезде уақытылы көңіл бөлуіміз керек та, сөйтіп уақытылы мамандарға алып келу керек. Енді бізде 376 56 60 тәулік бойы жұмыс істейтін телефонымыз бар, сенім телефонымыз. Олар келгісі келмесе де осы сенім телефоны арқылы біздің мамандардан ақыл кеңес алып отыруларына болады. Жалпы жаңа мектептегі психологтарды дайындадық деп айттыңыз ғой. Енді бұл Алматы қаласы бойынша ғой, Алматы қаласы деген қанша дегенмен енді еліміздің мегаполисі, номер 1 қаласы деп айтсақ болады. Жалпы аймақтардағы психологтардың жұмысын жалпы қалай бағалайсыз? Бізде өзге де өңірлер бар ғой. Сол үшін бізде статистика бойынша Түркістан облысында жаңағы мектептегі оқушылардың суицидке баруы, өз-өзіне қол жұмсауға ұмтылуы өте жоғары екен. Бұл жалпы аймақтардың осы бөлінуі әртүрлі ғой енді. Сол жақтағы аймақтардағы мектептердегі психологтардың, жалпы осы республика бойынша мектептердегі психологтардың жұмысын қалай бағалайсыз? Дайындығын, балалармен жұмысын? Енді шын мәнісінде былай қарап отырсаңыз, енді ол психологтардың жұмыстары өте көп. Біріншіден мен өзімде бірнеше жиналыстарда көтеріп айтқам, мынау психологтардың штатын көбейтуіміз керек мектептердегі. Неге? Өйткені мектепте 2-ақ психолог, ол мектепте 500-ден астам бала оқиды. 500-ден астам балаға 2 психологтың әлі келмейді. Сондықтан мен өзімде осы жиналыстарда, жиындарда осы мәселені көтеріп жүретін тұғым. Психологтардың штатын көбейтуіміз керек. Біріншіден, екіншіден, психологтардың айлықтарын көбейтуіміз керек. Неге? Өйткені олар айына 40-50 мың теңге алады, оны ешкім қызықпайды ол айлыққа. Түсініп отырсыз бе? Сондықтан біздің де бір көтеретін мәселеміз осы психологтардың айлықтарын көтеруіміз керек. Біздің психологтар аса маңызды көңіл бөліп, олар қосымша жұмыс істемейді. Сол бір мектепте отырып, сол әр оқушыны өздері қарап, өздері бақылап отырар еді. Сондықтан ол республика бойынша жаңағы психологтардың штатын көбейтуіміз керек, сосын психологтардың айлықтарын көтеруіміз керек. Мен өзім осындай бір мәселе көтерсе, ұсыныс айтқым келіп еді. Жалпы осы 2019 жылы Қазақстанда 3805 адам өз-өзіне қол жұмсаған екен. 2021 жылдың алғашқы 3 айында 834 адам суицид жасаған. Жалпы бұл бір әлемдік жаңағы неге қарасақ, есепке қарасақ, Қазақстан суицид жасау жағынан алдыңғы 10-дықтың ішіне енеді екен. Жалпы бұл бір қоғамдық депрессияның көрінісі ме, жоғалды оның бір өзге де себептері бар ма? Адамдар не үшін Қазақстан халқы не үшін жаңа суицидке жиі барады? Енді әлемдік рейтингке қарасаңыз, тіпті 10-дыққа ену деген 19 миллион халықпен, бұл да бір нәрсеге, бұның да бір себептері бар шығар. Сіз маман ретінде бұны. Енді бұл жерде енді көбінесе өздеріміз көріп отырмыз ғой, жаңа әлеуметтік жағдайы төмен адамдарды, біріншіден. Екіншіден, адамдардың ол ойға, ол әрекетке олар бір күнде келмейді. Ол бірнеше уақыт жиналып келген нәрсе. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, біздің халықтың арасындағы менталитетіміз сондай, мынау психолог маманға баруға болмайды. Неге? Өйткені ұят, намыс, мен ауру емеспін дегенге келеді. Егер мысалы жаңағындай шетелдегідей, мысалы әр азаматшаның өздерінің психологтары бар, осындай мәселе туындағанда бірден барып содан кеңесін ала салады. Ал бізде ондай мамандарға келуге намыстанады, ұялады. Түсінесіз бе? Мысалы өткенде маған 80-нен асқан апа мен ата келді. Мысалы 40-қа жақындап қалған мүгедек баласы қызын алып келіп отыр. Сонда маған айтып отыр, 40 жыл біз ұялып келдік дейді. 40 жыл ешкімге көрсетпей жаңағы баласын. Жаңағы осындай ауруханаға алып келуге намыстанып, ертең туған туысқандарымыз күледі. Ертең олар бізді не қылады деп, сонда 40 жыл бойы жаңағы баласын көрсетпей алып келіп отыр. Енді неге алып келдіңіз десем, енді біз өліп қалсақ, баламыз хотя мүгедектікті алып, сөйтіп ақшасын алып күнін көрсе екен деп ойлап отырмыз дейді. Түсініп отырсыз ба? Сонда біздің жаңағы мынау
психиатрға, психологқа деген қорқыныш үрейінің басым болып тұрғаны, түсініп отырсыз ба? Ал егер мысалы ол 40-тағы қыз баланы ертерек алып келгенде, мысалы ертерек біз емін қолданғанда, ода бұндай қайтымсыз құбылыстар болмас еді. Мысалы қазір ол отырғанның өзінде ол өзін күтім жасай алмайды. Ал егер бізге алып келіп емделгенде, ол қазір өзіне тамақ жасап, өзін күте алатын жағдайға алып келуге болады, түсініп отырсыз ба? Сондықтан біздің жаңағы осы психолог, психиатр мамандардан жаман қорқатындар бар да. Бір, екіншіден, үшіншіден, қалай деп айтсам, олардың, мен жаңа айттым ғой, бұл жағдайға олар бір күнде келмейді, бұл бірнеше уақытта жиналып барып келеді. Соны қасындағы туған туысқандары, я болмаса жолдастары сондай бір өзгеріс байқаған кезде, олар бірден дабыл қағу керек те, оған келіп, я болмаса оны алып келіп, үгіттеп алып келіп, я болмаса жаңағы жас бала болса ата-анасын барлығын қосу керек, достарын қосу керек, сөйтіп барып көмек көрсету керек. Қазір көбінесе жаңағы достары айтады, иә, ол бір аптаның ішінде өзгеріп кетті, сөйтіп біз хабарласпай қойдық дейді, мысалы. Мынандай жаңағы әрекет жасағысы келген балалар тірі қалады ғой. Сондай кезде сөйлесек, жаңағы достар айтады, иә, бұл бір 2 апта ішінде өзгеріп кетті, біз оны іздеген де жоқпыз, не қылған да жоқпыз деп. Бірақ көріп отыр оның өзгергенін, ода бір нәрсе болып жатқанын көріп отыр, бірақ сонда да ондай, қалай деп айтсам, достарының көңіл бөлмегені. Сондықтан бұл туған туысқандарына да қатысты, достар, жолдастарына, барлығына қатысты. Егер сондай бір өзгеріс, тұйық бір нәрсе, жаңа өзгерістер пайда болып жатса, бірден дабыл қағу керек. Дабыл қағып, барлығы жабылып, соған көмек көрсетуіміз керек. Сонда бар, әйтеуір бір адамды болса да жанын алып қалуға тырысуымыз керек қой. Жалпы жаңағы осындай тығырыққа, руханiyatқа тірелгендерге қолдау көрсету орталықтары, енді сіздер қолдау көрсетесіздер. Жалпы осы республикалық деңгейде қандай орталықтар бар, қандай бір жаңағы горячий линия дейді ғой? Жоқ, енді әр аймақтарда, біздің республикамыз әр аймақтарында біздікіндей психикалық денсаулық орталығы бар. Ол орталықтың әр аймақта өздерінің осындай тәулік бойы істейтін сенім телефондары бар. Осы сенім телефоны арқылы олар өздері хабарласып отырады. Жалпы орталықта бір база жоқ, әрқайсысы әр аймақтың өзінің орталығы бар ғой сонда, иә? Республикалық жаңағы бүкіл республикаға арналған бір телефон нөмірі деген жоқ па біздің елімізде сонда? Жоқ, бізде неде бар, жаңағы республикалық психикалық сауықтыру орталығында бар. Жалпы жаңағы психологқа бару керек деп жатсыз. Енді бізде шетелдегідей, батыс дамыған елдердегідей, бір демократиялық елдердегідей, андай әр отбасының бір өзінің бір жеке психолог жоқ қой біздің елімізде. Әр азаматтың баратын. Жалпы азаматтар барса, қазір психологтарға бір тегін қызмет алады ғой, иә? Енді қазіргі таңда, мысалы, әр қалалық емханаларда психолог мамандар бар, біріншіден. Екіншіден, біз 2017 жылдан бастап осы біздің психиатр мамандарды қалалық емханаларға барып отырғызып жатырмыз. Неге? Өйткені олар мына психикалық сауықтыру орталығына келуге намыстан ұялатын болса, біз жаңағы психиатрлардың, психологтардың көрсетіп жатқан көмегі қолжетімді болу мақсатында біз қалалық емханаларға отырғызып қойдық. Енді өткен жылдармен салыстырғанда, сол қалалық емханаларға адамдардың келу саны көбейіп жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл жаймендеп жаңағы психиатр, психологтардың жаңа көмегіне жүгеніп жатқан адамдардың артып жатқанын көреміз. Сондықтан, қалай деп айтсам, бізде мен айтқым келгені, әрбір қалалық емханаларда психолог мамандар бар, сонымен қатар біздің орталықта да бар. Сондықтан кез келген адам, мен айтып отырмын ғой, олар көбінесе қорқады. Мынау біз психиатр маманға келсек, бізді бірден диспансерлік бақылауға қояды деп қорқады. Енді ол диспансерлік бақылауға қойса, олар біріншіден жұмысқа тұра алмай қалады, ертең болашағына әсер етеді деп, сөйтіп оларда қорқыныш, үрей бар. Ал шын мәнісінде олардың рұқсатынсыз біз диспансерлік бақылауға ала алмаймыз, біріншіден. Екіншіден, егер жай ғана мынандай ақыл кеңес алуға келетін болса, психологиялық көмек сұрайтын болса, біз олардың қайда тұратын, қайда істейтініне дейін біз сұрамаймыз, мысалы дейді. Сондықтан ол жағынан қорықпау керек. Қорықпау керек, келу керек. Жалпы енді жаңағы суицидке барудың ұзақ жылдардан бойғы келген дүниеден адам барады дедіңіз ғой, қол жұмсайтын. Енді әрине оның әртүрлі себептері бар, әлеуметтік жағдайдың төмендігі негізінен жаңағы отбасындағы жанжал деп айтып жатырмыз. Жалпы енді осындай дүниелердің алдын алу үшін қандай қадамдар жасау керек мемлекет тарапынан?
Енді қазір Енді статистиканы қарасақ, жарықта жаңағы мен жоғарыда айтқандай алды ондықта тұрмыз әлем бойынша. Осы статистиканы төмендету үшін не істеу керек, қандай қадамдар жасау енді керек? қазіргі таңда үлкен жаңағы профилактикалық жұмыстар біздің орталықтың өзінде де мысалы қазір жасалып жатыр да. Мен алдында айтып кеттім, психолог мамандарды дайындадық қала бойынша. Ол жалғыз мектеп емес, колледждердегі, сонымен қатар мынау ювенальды полиция қызметкерлеріне де осыны оқыту арқылы біз жаңағы профилактикалық жұмыстармен айналысып жатырмыз. Қаншама мектептерге барып осындай алдын алу шаралары, жаңағы ондайға баруға болмайды, жаңағы егер мәселелер денсаулыққа байланысты мәселелер болса уақытылы маманға бару керек деген сияқты. Ал екіншіден біздің қаламызда әр емханаларда жастар орталығы бар. Сол жастар орталығындағы олар да өздерінің осындай суицидке алып баратын жағдайлар болмау үшін олар да сол орталықтарда өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Яғни ол жақта да өздерінің психологтар, мысалы жастар баратын, қалай жаңағы жанұя құру кезінде не істеу керек, қайсыған көңіл бөлу керек, денсаулық жақтарынан осы жастар орталығы да қазір өте үлкен жұмыстар жасап жатыр. Енді профилактикаға байланысты көбінесе біз енді мынау жаңағы интернет арқылы, жаңағы анау Facebook, Instagram арқылы өте жаңағы алдын алу шаралары, не істеу керек, кімге қаралу керек, қалай жауап беру керек жаңағындай стресстерге, соның барлығын көрсететін профилактикалық нелер жүргізіліп жатырды, семинарлар. Әрине бұл өте аз, бұл мүмкін мынау адамдарға жетпеуі мүмкін. Мысалы кез келген, мысалы бір мектептің өзіне барғанда да, мысалы мен өткенде бардым мектепке, мысалы 25 оқушы отыр, 25-інің мысалы егер 10-ы тыңдаса тыңдайды да, қалғаны мысалы тыңдамайды. Сондай да болуы мүмкін, түсініп отырсыз ба? Сондықтан ол жерде де мынау профилактикалық жұмыстарды күшейтуіміз керек. Біз мынау көбісі ойлайды, мынау психологтарға байланысты. Жоқ, олай емес. Біз мынау ата-аналар, мұғалімдер, медицина қызметкерлері барлығымыз бірігіп, сол кезде бірігіп барып, қазіргі өзінде біз Алматы қаласы бойынша мынау қала әкімінің орынбасары Ержан Жамбаков Бабакумаровтың тапсырмасымен қазір мына білім басқармасы, ювенальды полиция департаменті, сонымен қатар мынау денсаулық сақтау басқармасы, үш мынау мекеме бірігіп, қазір біз үлкен жоспар құрып отырмыз. Осы жаңағы жастардың арасындағы, сонымен қатар жасөспірімдердің арасындағы суицидті алу жоспары қазір құрылып жатыр. Қазір біз осы білім беру басқармасымен бірігіп, жаңағы алгоритм қалай, егер анықтасақ не істеуіміз керек, ол мектеп психологы кімге хабарласу керек, қандай маман шақыру керек, осындай жоспарлар қазір құрдық. Соның барлығын осы жылдың аяғына дейін бекітеміз, сосын сол жоспар бойынша жұмыс істейміз. Рахмет, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқаныңызға. Сау саламат болыңыздар.